Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін мен мынадай нағашы әжемнен қалған, баяғы СССР кезінен қалған формамен печенье пісіруге ұйғардым. Ол үшін маған керек ингредиенттер: ұн, жоғарғы сорт сүт, ас содасы, май, мұнда 180 грамм, 3 жұмыртқа, ванилин, қант және тұз. Мен мына майды қазір ерітіп аламын. Енді майды осындай жолмен ерітіп аламыз. Ыстық су құйып, оның ішіне тағы да бір ыдыс салып, кішкене күтсеңіздер, майыңыз ериді. Енді біз 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Bir стакан қант, және жарты шай қасық тұз қосамын. Бұның барлығын араластырамын. Енді мен жарты стакан сүт қосам. Бұл менде 2,5% сүт. Енді манағы ертілген майымды қосамын. Майымды әбден суытып алдым. Ыстық май құйып жүрмеңіздер. Осының барлығын араластырамыз. Және үстіне жарты шай қасық соданы қосамыз. Одан кейін бір ванилин қосамын. Ванилинді араластырдым. Енді 2 стакан, қант қосқан стаканымызбен 2 стакан ұн қосамын. Қосып араластырамын. Біздің қоспамыз дайын болды. Мынадай қоспа. Енді біз форманы өсімдік майымен майлап аламыз әбден, печенье күйіп кетпес үшін. Екі жағын бірдей майлап алдық форманы. Енді осы форманы біз газге әбден қыздырып алуымыз керек. Бірден печеньені салуға болмайды. Печеньені емес, қоспаны бірден салуға болмайды ішіне. Бірден салсаңыз, қызбай жатып, бұл жабысып қалады. Мінекей мынадай қоспа дайын болды. Енді қазір біз печенье пісіреміз. Мен форманы әбден газға қыздырып алдым. Енді жасап көрейік. Қоспаны құямын. Әр жағын 2 минуттан қыздырамыз. Форманың әрбір жағын. Қаттылап қысып ұстап тұру керек. 2 минуттай уақыт өтті. Форманы аударамыз, ашып қараймыз. Неке осылай пісіп жатыр екен. Қарап қойыңыздар, печенье күйіп кетпесін. Егер де дәл осындай форма болмаса, онда вафлидің формасына да пісіруге болады, мына қоспаны салып. Мінеке, көрермендер, мынадай бізде печенье дайын болды. Манағы қоспадан шыққан печенье. Бұл енді сол СССР кезінен қалған формамен пісірдім. Егер сіздердің формаларыңыз болса, осылай пісіріп тұрсаңыздар болады. Қарағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.